Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен картоптан фри жасайтын боламыз. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен алдын ала тазартылған картопымызды жіңішке етіп турайтын боламыз. Ұзыннан тураймыз. Барлық картоптарымызды осылай турап аламыз. Картоптарымызды турап, ыдысқа салып, салқын мұздай су құйып, жуып алатын боламыз. Жақсылап араластырып жуамыз, крахмалы кету үшін. Суы осындай мутный су болып шығады. Жуып болғаннан кейін суын төгіп, сүлгіге құрғататын боламыз. Қағаз салфеткаға төсесеңіздер де болады. Төсеп, біркелкі етіп төсеп, үстінен тағы бір сүлгі төсеп, 3-5 минутқа құрғатып қоятын боламыз. Үш 5 минуттан соң картоптарымызды ыдысқа саламыз. Суы толықтай кебуі керек. Ыдысқа салып болғаннан соң кукурузды крахмалға 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық паприка салып, араластырып, картопымызға жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде кукурузды крахмал қолданамыз, картопты крахмал қолдануға болмайды. Яғни бұл картопымыздың, фриіміздің қытырлақ болып шығуына көмектеседі. Майымызды қыздырып, картопымызды аз-аздан салып, 3-4 минутта пісіріп алатын боламыз. Қызартып пісіріп аламыз. Қызартып, картопымыз піскен кезінде ыстықтай аз ғана тұз салатын боламыз, тұзы жақсы сіңуі үшін. Осылай жасап, балаларыңызға ұсынуларыңызға болады. Өте дәмді шықты. Баршаңызға ас болсын. Назарларыңызға рахмет.